Сәлеметсіңдер ме балалар? Менің каналыма қош келдіңдер. Балалар, сабақты соңына дейін тыңдаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Т дыбысы мен әріпі. Балалар, қараңдаршы, мына суретте не бейнеленген? Тал. Талдың суреті, иә? Бірінші әріп қандай әріп? Т. Тал сөзі неше әріптен тұрады екен? Тал. Неше әріп? Үш әріптен тұрады екен, иә? Т, А, Л. Үш әріптен тұрады екен. Бірінші әріпі қандай әріп екен? Тал. Бәріміз бірге айтамыз. Тал. Бірінші әріпі Т әріп екен, иә? Келесі суретте нені көріп тұрмыз, балалар? Тастың суретін көріп тұрмыз, иә? Тас деген сөз неше әріптен тұрады екен? Қарайықшы. Айтып көрейікші, тас деген сөзді. Тас. Тас. Бірінші қандай әріп естіліп жатыр? Т. Екінші ше? Та. Екінші А. Үшінші тас. Сонда қандай сөз екен? Тас деген сөз екен, иә? Енді мына суретінен бейнеленген, балалар? Таудың суреті екен, иә? Кән барлығымыз бірге тау деп айтамыз. Тау. Қандай әріп естіліп жатыр? Бірінші әріпі Т әріпі, иә? Келесі та. Келесі әріп А. Үшінші әріпі тау. У әріпі. Сонда тау деген сөз шығады екен. Мына суретке қарайықшы. Не көріп тұрмыз? Аттың суретін көріп тұрмыз, иә? Бірінші қандай әріп естіледі? Ат. Ат. Бірінші А әріпін естиміз, иә? Екінші Т әріпін естиміз. Ат деген сөзде Т әріпі нешінші келіп тұр? Екінші келіп тұр, иә? Сонда сөздің соңында да келеді екен Т әріпі. Мынада кім бейнеленген, балалар? Атаның бейнесі, иә? Кән ата деп айтайықшы. А-та. Бірінші А естіліп жатыр, екінші Т, үшінші А естіліп жатыр, иә? А-та. Кән барлығымыз бірге айтамыз. А-та. Т әріпі ортада да кездеседі екен, иә? Т әріпі, балалар, дауыссыз дыбыс. Мына өкпеден шыққан ауа кедергіге ұшырап шығады екен. Тіліміз не істейді? Тісімізге тиеді, ернімізге тиеді, кедергіге ұшырап шығады. Сондықтан дауыссыз дыбыс. Т әріпі, балалар, көкпен, көк текшемен боялады. Көкпен боялады екен. Балалар, қараңдаршы, мына суретке ненің бейнесі бейнеленген? Табиғаттың бейнесі, иә? Табиғатта нелер өсіп тұр? Талдар өсіп тұр. Табиғатта нелер жүр? Түйелер жүр. Нелер бар тағы? Тастар бар. Тырналар ұшып жүр, иә? Барлығы қандай әріптен басталып отыр, балалар? Т әріпінен басталып тұр, иә? Тырна, тал, тас, түйе деген сөздің барлығы Т әрпінен басталады екен. Мына суретке қарайықшы, мына суреттерге. Т әрпінен басталатын құс аттарын тап. Бұл жерде қай құстар Т-дан басталады? Тоқылдақ, тауық, торғай. Міне, үш құс Т әрпінен басталады екен, бұл жерде, иә? Тоқылдақ, тауық, торғай. Қалғандары Т әрпінен бастала ма? Жоқ. Қарға, қарлығаш, үкі, иә? Тырна. Тырна бар екен ғой, балалар. Т әрпінен басталатын тағы. Міне, осы құстар Т әрпінен басталады екен. Балалар, келесі суретке назар аударайықшы. Қараңдар. Бірінші қандай әріп тұр? Т әріпі тұр, екінші А. Екеуін бірге оқимыз. Та. Дауысты әріпті созамыз, дауыссыз әріпті дауыстыны созамыз, дауыссызды қысқайтамыз. Та. Ат. Ат деген сөз шығып жатыр, иә? Ат. Бәріміз бірге қосылып оқимыз, балалар. Менімен бірге қосылып оқыңдар. Ат.
ат. Келесі сөзді оқимыз. От. От деген сөз қанша әріптен тұрады екен? 2 әріптен тұрады екен, е? О мен тының 2 әріпті қосып айтсақ, от деген сөз шығады екен. От. Келесі сөзді оқимыз. То. Бірінші әріп қандай? Т, е? То. Тыдан кейін қандай әріп айтылып жатыр? О айтылып жатыр, е? То. Тамаша балалар. Балалар, соңына дейін тыңдағандарыңа рахмет. Менің каналыма жазылып алыңдар.